Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сандуғаш. Мен 20 жылдық еңбек өтілі бар фармацевтпін. Менің блогтарым дәрі-дәрмек саласында болып келеді. Бүгін мен сіздерге іш өту жайлы туралы айтатын боламын. Іш өту дегеніміз, яғни ағзаға, асқазанға белгілі бір тағамның немесе белгілі бір микроорганизмнің себебінен болатын фактор болып келеді. Яғни жалпылама айтқанда, негізінен іш өтудің бірнеше себептеріне тоқталуға болады. Мысалы алып қарастыратын болсақ, кейбір кісілерде іш өтуінің негізгі себебі күйзеліске, стресске түскен жағдайларда да іш өтетін кісілер болады. Кейбір кісілерде асқазанның, яғни тағамның дұрыс қорытылмауының салдарынан болады. Оларға майлы тағамдарды, сүтті тағамдарды немесе қуырылған тағамдарды жатқызуға болады. Сол тағамдарды қолданған жағдайда астың дұрыс емес қорытылуының салдарынан болып жатады. Ал кейбір жағдайларда бактериялардан пайда болады. Келесі бір жағдайларда вирустардан іш өту болады. Ол ересектерде де, үлкен кісілерде де, балаларда да байқалып жатады. Енді жалпылама айтатын болсақ, негізгі іш өтудің, мысалы үшін ас қорытудың дұрыс болмаған жағдайда біз ол кісілерге диета тағайындаймыз. Яғни диеталық тағамдар, сол ішінің тоқтағанынша диеталық тағамдарды ұсынуға кеңес береміз. Мысалы алатын болсақ, кесель ішуіне болады, немесе қайнатылған күрішті ішуге болады ол кісілер кәдімгідей. Сонымен қатар бұл кісілерге крион, мезим сияқты препараттар тағайындалады. Крион, мезим препараты тағайындалады. Яғни бұл ағзадағы астың қорытылуына, жылдам қорытылуына әсер етеді. Жылдам қорытылғаннан кейін сіздің ішіңіздің өтуі де тоқтайды. Яғни қорытылып болғаннан кейін асқазаныңыз реттеледі жұмысы. Асқазанның қалыпты жағдайға түседі. Екінші, бактериялардан пайда болатын іш өтуіне келетін болсақ, ең қауіптісі де осы бактериялар мен вирустар болып келеді. Бактерияларға тоқталатын болсақ, яғни сальмонелла, стафилококк бактерияларынан асқазанның бұзылып іш өту салдары бұл көптеп кездесіп жатады. Бұлар белгілі бір тағаммен улану, сүт өнімдерімен, ет өнімдерімен уланудың салдарынан болып келеді. Бұндай жағдайда адамның, яғни науқастың температурасы көтеріліп, ағзасы сусызданып, ағзасы уланғандықтан бұл кісілерге, яғни бактерия, сальмонелла, стафилококк бактерияларымен уланған жағдайда жедел түрде көмек көрсетілу керек. Бұл көмекке кешенді ем құрамын құрастыруымызға болады. Мысалы алып қарастыратын болсақ, ондай жағдайларда ол кісілерде құсу, температура, дененің қызуы, сонымен қатар іштің тоқтамай үздіксіз өтуі болады. Емге келетін болсақ, негізгі ем құрамына, яғни бірінші орында асқазанын шаю болып келеді. Асқазанын міндетті түрде шаю керек. Одан кейін клизма тағайындалады ол кісілерге. Содан кейін ағзадағы уды өзіне сіңіретін препараттар тағайындалады. Оларға келетін болсақ, адсорбикс, яғни активтенген көмір. Осы препарат тағайындалады. Науқастың салмағына байланысты тағайындалатын препарат болып келеді. Бұл препараттың негізгі қызметі, яғни сіздің ағзаңыздағы уды өзіне сорып алады. Содан кейін ағзаңыздағы удан тазарғаннан кейін жағдайыңыз жақсара бастайды. Сонымен қатар полисорб деген препарат тағайындалады. Бұл да ағзаңыздағы уды сору үшін. Алдыңғы видеоларда да мен бұл препараттар туралы айтқанмын. Қандай да бір токсинді жағдай болмасын, бүгінгі жағдай, яғни бактериялардан пайда болған іш өту жағдайындағы асқазанды тазалау үшін қолданамыз бұл препаратты. Сонымен қатар эндрозгель деген гель бар. Сол гельді де осы ағзадағы уды сору үшін қолдануға болады. Смекта препаратында қолдануға болады. Ағзадағы уды сору үшін қолданады. Келесі, бұл кісілердің, яғни суды электролитті баланс ағзадағы іш өткен кезде бүкіл электролитті баланс, натрий, калий, тұздары барлығы жойылады. Сондықтан да соны қалпына келтіру үшін регидратациялық ерітінділер тағайындалады. Оларға дисоль, трисоль ерітінділерін жатқызуға болады. Бұл науқастың салмағына байланысты тағайындалады. Сонымен қатар регидронды да
регидронды да көрсете кетейін сіздерге. Регидрон ерітіндісін осыны 1 литр суға ертіп, бұның құрамында қарасаңыздар натрий, калий, сонымен қатар ағзаға күш қуат беретін глюкозасы бар. Бұны да тәуліктік дозасы, яғни 1 литр суға ертіп қойып, 1 тәулік ішінде осыны ішу керек. Ересектерге де балаларға да тағайындалып жатады. Жаңа айтылған дисол, трисол ерітіндісін, яғни салмаққа байланысты тағайындалады, 3 күнге дейін міндетті түрде капать етеді. Сонымен қатар ол кісілерге әлсірегендігін кетіру үшін сол глюкоза, аскорбинка, витаминотерапия тағайындалып жатады. Одан кейін ол кісілерге де бактерияларын, асқазандағы микрофлораны реттеу үшін лактобактерия, бифидобактериясы бар препараттар тағайындалып жатады. Бұл препараттардың барлығын 10 күн, 7 күнге шейін тағайындалады. Оларға мысалы үшін линексті жатқызуға болады. Линекс, энтерожермина препаратын жатқызуға болады. Осы препараттар тағайындалады. Міндетті түрде диета тағайындалады. Диетаның өзі бір 7 күн, 10 күндік диета тағайындалады. Ол диетаның құрамын мысалы алатын болсақ, майлы тағамдар, сүт өнімдері, жеміс жидектер мүлде тағамнан алынып тасталынады. Оның орнына сіз күрішті, яғни күріштің суын, кеселді қолдануыңызға болады. Келесі ротавирусты қарастырамыз. Бұл ротавируста көп жағдайда балаларда кездесіп жатады, яғни вирустың салдарынан болатын инфекция. Бұл кезде де балалардың мазасыз халге ұшырайды, температурасы көтеріледі, сусызданады, ағзасы құсады, іші 10 ретке дейін, 8 рет, 10 ретке дейін сұйық болып өтеді. Бұл жағдайда да кешенді емді қарастырамыз. Бұл жағдайда да баланың, яғни асқазанын шаюға болады, клизма жасауға болады. Сонымен қатар астың қорытылуын жақсартатын препараттар тағайындалып жатады. Диареяны тоқтататын стоп-диар деген препарат тағайындалып жатады, яғни іштің өтуін тоқтатуға арналған. Сонымен қатар терісінен дәрігерлер қарап, терісінен сусыздану байқалады, еріндері сусызданып құрғап тұрады. Жоғары температура болып жатады. Бұл жағдайда да, яғни суды электролитті балансты реттеу үшін тұзды ерітінділер, яғни дисол, трисол ерітіндісін балаға лайықты қылып, яғни салмағына байланысты қылып 3 күнге дейін осы ерітінділерді құюға болады. Сонымен қатар осы регидрон ерітіндісін 1 литр қайнаған жылы суда ертіп, 1 тәулік бойы жиі осы суды ішкізуге болады. Одан кейінгі кезеңде осы баланың асқазанындағы, яғни қалыпты микрофлораны реттеу үшін жаңа лактобактериясы, бифидобактериясы бар линекс, лактон, энтерожермина, нормабакт, линекс деген препарат бар. Энтерожермина, нормабакт деген препараттарды балаларға тағайындалып жатады. Бұлай дейтініміз, асқазандағы барлық өзіне қажетті бактериялардың барлығы жойылып кетеді. Іші жүрген кезде жүріп кетеді. Сол бактерияларды қалпына келтіру үшін осы препараттар тағайындалады. Және де бұның ротавирусты болдырмаудың негізгі жолы баланы таза ұстау керек. Яғни оның ойыншықтарына, қолданатын заттарына, жеміс жидектерінің таза болғанын қадағалағандарыңыз дұрыс. Осы таза емес жеміс жидектерден, таза емес ойыншықтардан гигиеналық жағдайдың сақталмағандығынан осы ротавирус инфекциясы жүреді. Және де осы ротавирус адамнан адамға жұғады, яғни науқаспен қарым-қатынаста болған жағдайда жұғып отырады. Осы жоғарыда көрсетілген дәрігердің көмегімен қолдана білсеңіздер, дұрыс нұсқаулықта қолдана білсеңіздер, бір 5 күн, 7 күннің ішінде баланың ішінің өтуі тоқтап, қалыпты жағдайға түседі. Менің каналыма үнемі қолдау білдіріп, қандай да бір дәрі-дәрмекке қатысты сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап жазып отыратын боламын. Және ішіңіз өткен жағдайда осы айтылған препараттарды қолдануыңызға болады. Бұл препараттарды 7 күн, 5 күннің ішінде сіздің ішіңізді емдеп жазып аласыздар. Видео ұнаған болатын болса, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер болады.